Ишгал етілген Ақярда электростанцияға япылған уджум нәтижесінде электриклер кесілді. Ерлі сакинлерінің дегеніне көре шерді ышықлар ве электронақлият чалышмады. Тек электрик дегіл базы ерлерде сувлар да кесілді. Ақярның гауляйтыры Михаил Разважаев дегеніне көре бұларының епісі уфақ тефекші елердір. Санкедерсін электростанция йоқ етілген дрон қалымтыларından зарар көрді. Бұ дронларының сайысы 60 еді деп айтты. Ишгал Жакимиет шерге ышықларыны жұма ертесі кайтырмаға ваде еті. В настоящее время идет активное устранение этих последствий. Соответственно, в 8 утра сегодня я связался с министром энергетики Сергеем Евгеньевичем Цивилевым. Все необходимые указания были даны. Эта подстанция находится в зоне ответственности федеральной компании «Россети». Жұма кечесі белі олмаған инсансыз ұшақлар Русларның Новороссийск шеріне уджум керчеклештірді. Анда Ақярдан қачқан Рус Қара деңіз донанмасының Арби деңіз базасы ерлеші. Ерлі сакинлерінің дегеніне көре патламалар геже саат 3-те башлады ве сабат 4-ке қадар девам етті. Сабай yapılған уджум нәтижесінде лиманда электриклер кесілді. Бұнен бері электрик шерінің 9 районында да yok oldu. Ерлі нақлият чалышмады. Bazı sokaklarını kapattыlar. Aynı zamanda Туапседе Русларның Роснефть şirketine ait olgan petrol işletme zavoduna da ucum etildi. Rus Cenk Nazirligi Krasnodar vilayetinde 44 dron yok etilgeni haqda esabat beri. Ama zavodga ne kadar dron zarar bergeni haqda susalar. Все, нет эстакады у нас. И резервуаров нет у нас больше. Дождались. Rus arbelері бұнен бері кечкен кеже Ақяр ялыларында инсансыз қайық ұжымлеріні тоқтатмаға тырышқанлары ақта аңлата. Шерде 3 күнден берлі шамата қопа. Белбек Арби ава лиманына япылған ұжымлерінің нәтижелеріні енді уйду ресімлерінде көрмек мүмкін. Белі олғанына көре 2 МиГ-31 бомбардыман ұшағы yok етілді. Украина баш табының есабатында да бір вертолет yok етілгені ақта малюмат яйынлана. Уйду ресімлеріне бақы жақ олсақ МиГ-31-ден ғайры да су 27 ve Su-35'te yok etildi. Bunun beraber MiG-29 uçağı da zarar gördü. Büyük ihtimal uydu resimlerinde sağlam görüngen diğer uçaklar da zarar gördüler. Rus matbuatları patlayıcı mağazına da ucum gerçekleştirilgeni akta bildirem. Yanıp kul olgan bir nokta hakkatinde uydu resimlerinde görünüyor. Haydetilgenine göre düşmanға bu gibi zararını uzun menzilli balistik atakım silahları berdi. Rus işgalci kuvvetçileri Kırım gazetasının baş muhariri Bekir Mamut ve gazetanın kurucularından biri Siran İbragimov'nun evlerine basıp kırdılar. Advokat Edem Simidlayev'nin degenine göre bu Kırım Tatar soykırımının 80 yıllığı arifesinde yüz berdi. Şimdi belli olganına göre Kırım gazetasının baş muhariri Bekir Mamut'a karşı 2 memuri protokol tızdılar. Onu Rus ordusunu diskreditasiya etkeninde kabatladılar. На сам обыск меня не допустили, говоря, что подождите, и потом я только увидел, что следственные мероприятия закончились, и этих людей уже вывозят. Привезли их на Декабристах, на улицу Декабристов, где находится Центр по противодействию экстремизма. Туда меня также не допускают. Руслан Шамбазов сказал, что сейчас будет выяснять у руководства, допустят меня или нет. С его слов стало известно, что будут составлять протокол. Бірқач вақыттан соңра Edem Simidlayev экстремизмнен күреш мерkezінің кuvvetçileri Siran Ibragimовны да алып кеткенлеріні білдірді. Шымды газетаның құржаларından бірі қайырде олғаныны аққорчылайчылар ве адвокатлар угренмеге тырыша. Он не умер, мы говорим, он пал. Пал на пути Аллаха. Он жив у Аллаха. Kiyif vilayeti Чайки köyünde Харьков civarlarında Rus işgalcilerinin kirgen çatışmada elek olgan Kırım musulmanları dini idaresi imamını defnettiler. Kırımlı Artur Yakubov'nen birlik Kırım Tatar tahsil merkezi azbarında sağlıklaştılar. Bu yerde Yakubov talebelerini ders beredi. Вчитель, який працював тут в цій школі. Імам, який був імамом в Харкові до цього, а потім після початку повномасштабного вторгнення був імамом саме тут.
Артур Якубов уч бала бабасы ве Харьков жемісінің имамы еді. О оз көзлерінен русларының Харьков летіне ұжымына көрді. Рус işgalчилері қорантасынан евіні шерді йоқ етті. Артур Якубов өмір арқадашны ве балаларны четелге чықарды ве озы Украинаға қайтты. Дерс береді, дуалар кечіреді. Бұнен берабер көңілі олып чалышты ве жебеде инсанларға ярдым ташыды. О әрдайым душман фелакет кетіргені вақыт, ичкімсе первасыз олмамалы деп айта еді.